Сәлем балалар! Математика пәнінен 111-ші сабақ монеталардың құны тақырыбын өтеміз. Балалар, бірінші тапсырмаға қарайық. Бірінші тапсырма. Көрсетілген бағаларды әртүрлі монеталармен қалай жинақтауға болады? Балалар, бірінші суреттен нені көріп тұрмыз? Дұрыс айтасыңдар. Кекс көріп тұрмыз, балалар. Оның бағасы неше теңге? 30 теңге. Ал енді осы балалар 30 теңгені әртүрлі монеталармен жинақтап көрейікші. 20 теңге және 10 теңге. Жақсы, жарайсыңдар. Келесі алма шырыны. Алма шырының бағасы 80 теңге. Ал монеталармен жинақтап көрейік. 50 теңге, 20 теңге, 10 теңге. Жақсы, келесі банан. Банан бізде 70 теңге екен. Олай болса 50 теңге және 20 теңге. Келесі лимон. Лимон бізде 40 теңге екен. 20 теңге, 10 теңге және 10 теңге. Келесі бізде бәліш екен. Бәліштің бағасы 60 теңге. Ал енді балалар монеталармен жинақтап көрейік. 20 теңгенің үшеуі, яғни 20 теңге, 20 теңге, 20 теңге. Жақсы, балалар. Келесі бізде йогурт. Йогурттың бағасы 50 теңге. 20 теңгенің 20 теңгеге қосындысы және 10 теңгеге қосындысы балалар бізде 50 теңгені құрайды. Келесі қарбыз, балалар. Қарбыз бізде 100 теңге екен. Ал 50 және 50 теңгенің қосындылары 100 теңгені құрайды. Келесі қызанақ 30 теңге. 20 теңгенің және 10 теңгенің қосындысы бізде 30 теңгені құрайды. Балалар, есімізге сақтайық, монеталарды сақтауға болады. Мысалы, 100 теңгені 50 теңге және 50 теңге қылып сақтасақ болады. Ал 50 теңгені 20 теңге және 20 теңге және 10 теңге етіп сақтасақ болады, балалар. Келесі 20 теңгені біз 10 теңге және 10 теңге етіп сақтасақ болады. Ал 10 теңгені 5 теңге және 5 теңге етіп сақтасақ болады. Ал 5 теңгені 2 теңге, 2 теңге және 1 теңге етіп сақтасақ болады. Ал 2 теңгені 1 теңге және 1 теңге етіп сақтасақ болады. Балалар, екінші тапсырма қарайықшы. Екінші тапсырма. 100 теңгені монеталармен сақтаудың екі тәсілін жаз ет, балалар. Жазайық. Олай болса, 20 теңгені 5 рет жазсақ, 100 теңге шығады екен. 20 теңге қосылған 20 теңге, қосылған 20 теңге, қосылған 20 теңге және қосылған 20 теңге. Мәні бізде 100 теңгені құрайды. Және 50 теңгені 50 теңгеге қоссақ, балалар, 100 теңгені құрайды. Жақсы, жарайсыңдар, балалар. Олай болса, үшінші тапсырма қарайық. Үшінші тапсырма. Әмияндардағы монеталар саны мен теңгенің санын салыстыр. Балалар, бірінші әмиянға қарайықшы. Бұл әмияндә барлығы неше монета бар? Дұрыс айтасыңдар, 2 монета бар. Және бұл әмияндә барлығы неше теңге бар? 70 теңге бар. Жақсы. Келесі әмияндә неше монета бар? 3 монета бар екен. Және барлығы неше теңге бар, балалар? 20 теңге, 20 теңге және 10 теңгенің қосындысы, балалар, 50 теңге бар екен. Енді, балалар, салыстырып көрейік. Бірінші әмиянда 2 монета, екінші әмиянда 3 монета. Қайсысы үлкен? Екінші әмияндағы монеталар саны, балалар. Келесі, бірінші әмиянда 70 теңге, екінші әмиянда 50 теңге. Балалар, қай әмиянда теңге көп екен? Дұрыс айтасыңдар. Бірінші әмиянда теңге көп. Жақсы, балалар. Олай болса, балалар, төртінші тапсырма қарайық. Төртінші тапсырма. Есептер шығар, балалар. Болды 100 теңге, жұмсалды 20 теңге. Қалды неше теңге, балалар? Дұрыс айтасыңдар. 100-ден 20-ны азайтамыз. Мәні, балалар, 80 теңге. Балалар, сонда 80 теңге қалды. Жақсы, жарайсыңдар, балалар. Болды 100 теңге, жұмсалды белгісіз, қалды, балалар, 80 теңге. Шешуін анықтаймыз. 100-ден азайтамыз 80-ді. Мәні 20-ға тең. Жауабы, балалар, 20 теңге жұмсалды. Балалар, келесі есеп шығарамыз. Болды бізде белгісіз теңге, жұмсалды 20 теңге. Қалды, балалар, бізде 80 теңге.
шешуін анықтаймыз. Яғни 80-нің 20-ға қосындысы балалар 100-ге тең. Жауабы барлығы 100 теңге болды. Жақсы, жарайсыңдар балалар. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаймыз. Сау болыңдар балалар.